Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Мінекей біздер Сайөтес ауылынан 60 шақырым жерде Шырақбай дейтін жерге келіп тұрық. Бүгінгі түсіріліміміз әдеттегі түсірілімнен өзгеше. Дегенмен жылқыға қатысы бар. Сонау Бопай мәдениетінен бері жылқыны қолға үйретіп, мінсек көлік, сойсақ ет, жинасақ байлық қылған халықпыз. Мінекей бүгінгі түсіріліміміз сол жылқы малына арналған жылқы шаруашылығының жалпы тыныс тіршілігімен толықтай танысатын боламыз. Ал ендеше жақсылап жайғасып, арнаға тіркеліп, біздермен бірге болыңыздар. Мінекей құрметті көрермендер, жаңа Мақсат шаруа қожалығының иесі, Сайөтес ауылының тұрғыны Тұшыбек ағамыз. Ал қош келдік. Ассалаумағалейкум. Ал тәке, бір алғашында өзіңіз таныстырып кетсеңіз толығырақ. Мен осы Маңғыстауда дүниеге келдім. Sonra Ақшымырау Жармышта. Аты Дәлжан Тұшыбек Бейсенбайұлымын. 1969 жыл дүниеге келгенмін. Осы шаруа қожалықпен айналысқаныма 22 жыл болды. Осы шаруашылықпен айналысып жатырғанымызға. Жалпы енді ру сұраған еліміз ғой біздер. Ру сұраған деді, Маңғыстаудың жусаны мен топырағына жаралған Жеменей кенжемін. Қонайым, нағашым Ақбота. Зақан дейтін Маңғыстауға белгілі үлкен Ақбота кісі болды, соның жиенімін. Ал енді біздің жалпы келу мақсатымызды шет жағасын түсініп тұрсыздар. Мынау не дегенмен енді қалада жалпы дейтін көп жігіттердің қазір түпкі атасы, ағайын тумалары жылқы ұстап, мал ұстап атқан жоқ, дегенмен ұстағысы келетін азаматтар бар. Мысалға, соларға бір кішкене көкейіндегі сұрақтарға бір жауап алайын деп, өзімнің де сұрақтарым бар осы жылқы шаруашылығы, жалпы мал шаруашылығы туралы. Соны енді өзіңізді бір жылқышы деп сізге сұрақтарымызды тізіп келіп тұрған жайымыз бар. Ал жалпы жылқы шаруашылығын өзіңіз қашан бастадыңыз? Қалай бастадыңыз? Әлде атадан қалған кәсіп па бұл өзіңіздің? Бұл енді шаруашылық, мына мал шаруашылығы ата кәсібіміз ғой. Қой болсын, түйе болсын, жылқы болсын, қаймал болса, төрт түлік мал ата кәсіп. Енді ол қанымызда бар зат, малдан қазақ қашпаған. Енді бұл мына баяғы егемендік ел болып, Қазақстан өзіміз егеменді алғаннан кейін мына кәсіпкерлікке дамыту жұмыстары басталды ғой. Мал алу керек, мал өсіру керек, дамыту керек. Мына совхоз, кооперативтер деген тарап кетті. Тарап кеткеннен кейін мына ел дейтін малды азайтып алды. Содан кейін мына мемлекеттің көмегіменен несие беру арқылы мына облыс орталығында агросервис дейтін мекеме ашылды. Сол агросервис арқылы несие кредиттер алдық, техника берді. Қай жылы? Бұл да қай жылы болғанда 2007-2008-дерде уже біздер жалпы мен шаруа қожалықты өзімізді әкеміз бастап ашып берген. Інім бар, өзім артынан Өтесбек Сармолдаев дейтін. Әкеміз Сармолдаев Бейсен дейтін кісі
өзі мал шаруашылық саласында 40 жыл ветеринария мал дәрігері болып қызмет атқан. Сол кісінің нұсқауымен, соның айтуымен шаруа қожалығымызды ашып алғанбыз. Сол кісінің айтуы бойынша. Сосын қасыма інім ерді, сонымен екеуміз бастап кеттік. Сосын 2002 жылы ол шаруашылықты ашып, жер алып осы жерден, тағы басқа жерлерден жер алып, мал азығын дайындайтын техникалық агросервис мемлекеттік мекемесінен. Осы алғашқы рет барып, сол жерге барып, тіркеліп, бірінші беріп жатқан кез бірінші қой алдым, 100 бас қой. Өзімізде де бұрын 100 бас қой болды. Одан кейін техника, тракторлар алдым. Одан кейін барып жіберіп, жылқы алуға сол мекеме жылқы алып берді. Агросервис мемлекеттік. Соны қойды өсірдік. Сол қойды өсіру арқылы содан өзімізге кішкене стаж жинадық. Содан дайындалып, қойды өсіріп, содан табыс тауып, несиеге тағы жылқы алып, одан кейін жылқыны дамыттық, жалғастырып. Енді жылқыны дамытып келіп, одан кейін мына ақбас сиыр алып өсірдік. Мына Ақтөбе, Орал облысынан Жаңғала районынан тағы бір жерін атым ұтып қалып тұрмын. Сол жерден сиыр әкеліп ақбас сиыр өсірдік. Ол сиырды бағы өсіруге болады екен деп көбейттік, бірақ қыс айында біздің бізді мына Саятөстің айналасын орталық үстірт деп айтады. Мана тағы көтерілгеннен кейін. Орталық үстіртте жалпы қыс кезінде сиырды асырауға өте қиындық бар туғыз. Содан енді өсірдік, пайдаландық, 7-8 жыл бақтық. 150 бас, 200 басқа дейін өсірдік. Содан кейін қыс айы қолайсыз болғаннан кейін оны жайлап жоқ қылып басқа жұмыстарға пайдаландық. Сосын мына жылқыны қойды өсіре келіп, осы жерден 2006 жылы осы жерден жер алып, мына ауданымыздан осы жерге көшіп келдік. Демек, осы жылқы шаруашылық 2006-да басталды. 2006-да осы жерге басталды. Оған дейін жаңағындай үкіметтің қолдауымен, несиелермен қой алып, бүйтіп айналдырып, анан былай айтқанда дейтін аздап тәжірибе жинадыңыздар. Қойды көрдіңіз, сиырды көрдіңіз, сосын барып осы жерден жылқыға баса-бас өсіруге көштік осы жерге. Демек, қашан бастадыңыз деген сұраққа 2006 жылы. 2006 жылы осы жерге көшіп келіп, жылқыны бастадық. Бұл енді қырдың үстінде бәрі белгілі. Осы қырдың үстінде бұрындары совхоздың кездерінде қырға, жазғы жайылымға жылқы қой келіп өсірілгенде сентябрь, октябрь, ноябрь айларында, күзде, қараша айларында ойға көшіп кетіп отқан, жылы жаққа қарай. Себебі мынара қырдың үсті, ала дөң қырдың үсті болғаннан кейін өсіру қиындау болған. Біздер соған осы жылқыны үйреттік. Осы қырдың үстінен өсіп, қыстың суығына, мына желдің өтіне үйрену үшін осы жылқы, мына асыл тұқымды адай жылқысы от кезінде. Осы жылқы осы жерге үйреніп, басып айлы осы жерде қалды. Бейімделді. Осы енді өтірік айтпайын, Саятөстің тұрғындары да болды, бірақ алағырға біздер бірінші үйреттік осы жерге. Содан кейін жан-жағымыз шаруашылықта көбейіп, жылқы өсіріп, жан-жағымыздың бәрі қазір игеріліп, жақсы жұмыстарын жасап жатыр жігіттердің. Әсіресе жастар жақсы жылқыға үйірі болып, осы жылқы өсіріп жатыр. Жалпы шаруа қожалықтың құжат мәселесі қалай? Қандай құжат болу керек? Немесе ИП дейді, КХО дейді, ТО дейді. Ол дұрыс, өте орынды сұрақ. Бірінші шаруа қожалықты ашу үшін мына жастарға керек тәжірибе ғой бұның бәрі. Ол үшін мына ауданнан керек жерлердің, бос жерлерден, шаруаға ыңғайлы жерлерден өзің барасында арызың жазып, осындай жерден маған жер керек еді деп не қылса, ұсыныс жасасаң, бұны аудан өзі көмектесіп, шаруа қожалыққа, бір шаруа қожалыққа 500 гектардан жерді береді. Бір шаруа қожалыққа міндетті беруге. Міндетті, ол көмектеседі де, және міндетті береді шаруа қожалыққа. Сол шаруа қожалық жеріңді алып аласың, жеріңді алғаннан кейін барып, тұра салыққа барасың да соған тіркелесің. Өзі сен шаруа қожалық болып тіркелесің, олар тіркейді, қағазыңды аласың, содан кейін өзіңе мөр шығарасың. Өзің шаруа қожалық болып мекеме болады. Соның ішінде ИП қылған жақсы ма, әлде КХО дейді жаңағы? Шаруа қожалық. Қазақша шаруа қожалық қой, крестьянство. Крестьянство хозяйство болған жақсы, шаруа қожалық. Шаруа қожалық болған жақсы. Көп жеңілдіктері бар. Несие алам десең де, сосын мына техника алам десең де, субсидияларға бәріне шаруа қожалық ілінеді. Көп жеңілдіктері бар да. Жерді де шаруа қожалық үшін беріледі. Ал жалпы 500 гектар дедіңіз, 500 гектар жете ма? 500 гектар ол мысалға ертең малың санына көбейген сайын ол аздық ете бастайды. Шаруашылығың бірінші әптеп бастап кетсең 50-60 жылқыға өзі сол жер жетеді. 500 гектар. 500 гектар, 50-60 жылқыға. Өз заңында да солай да. 50-60 жылқыға 500 гектар. Содан кейін шаруашылығын дамытқаннан кейін
сен де ұялмай барып жаңағы ауданнан тағы сұрай аласың да. Манағы біздер статқа есеп беріп отырамыз малдың өсімі туралы. Соның нәтижесіне қарай тағы да малың көбейсе жерді бере береді. 4000 гектарға дейін береді. Одан жерден Ал сосын қазіргі таңда үкімет тарапынан қандай субсидиялар міне бүгінгі таңда міне? Былтыр осы Маңғыстаудың бәріне жердің 2-3 жыл нашар болуына байланысты былтыр алдыңғы жылдары субсидия ақша берілді. Әр басқа ірі қараға 20 000 теңгеден. Жем шөбіне, мал азығын алуға көмегін беріп тұр. Енді биыл жер жақсы орғасын кідіріп тұр. Тағы да нашарлап жердің жағдайы кетіп жатса береді ғой деген үміттеміз. 2 жыл алдық тау болсын. Бағдарламалар басқа. Мысалға жаңадан бастайым деген кәсіпке, шаруаға қазір мал шаруашылығы, ауыл шаруашылығы ма, мал шаруашылығы ма бізде басқаратын орган? Біздерде ауыл шаруашылығы. Ауыл шаруашылығы, иә. Сол ауыл шаруашылығы 8 миллионнан бастап 35 миллионға дейін ба несие береді. Жаңағыдай азғантай процентпен бірінші. Төменгі пайызбен, 6% береді. Кішкене күтет төлеуін да жаңағыдай бастап. Соның маған бір қызық болған жайты, мысалға жас кәсіпкер, жас жігіт шаруашылық ашқысы келеді, бірақ үй залогқа қою керек оны алу үшін. Мысалға сол маған кішкене бір ыңғайсыз, кішкене ұнамайтын. Ол дұрыс, өте орынды. Ол енді залогқа қойғанда манағы мысалы 8 миллион, 10 миллион қаражат алғың келсе, ауылдық жердегі тұрғында барып алғысы келсе, дамытқысы келсе, манағы ауылдық жердегі үйдің кепілдікке қоятын бағасы өте төмен. Бұрындар алмайды дейді, қазір алады. Сол ғой. Ол бізде енді ауылдық жерде тұрған үйінен басқа дымы жоқ қой манағы адам беретін. Шаруа жасағысы келеді бірақ. 10 миллион қойғың келеді да, мысалы. Сен 10 миллиондық залогқа қойсаң, саған 5 миллионның затын береді. 5 миллион теңге, жартысын береді. Ол енді ауылдық жердегі үй 7-8 миллион жасыратын жоқ, аспайды да. Осы ауылдың жастарына өсіру кішкене әсер етіп тұр да. Залог жағы да. Сол жағынан бір көмек болса, ол мал алып, бағып, арғай дамытқысы келіп отқан ауылдық жердегі жұмыссыз отырған жігіттерге бірден бір жақсы болар еді да. Сол қолдарын қысып отыр да, жаңа залог жоқ болып. Жақсы, шаруа қожалық аштық делік. Үкімет ақша берді, салып алдық қораларымызды, үйлерімізді. Енді сусыз тіршілік жоқ. Өзіңіз білесіз, Маңғыстау суға тапшы, тұщы суға. Сол мәселесі. Су дейтін, мына біздер бұрынғы қазір пайдаланып отқан бұрынғы совхоздан қалған құдықтарды көміліп қалған құдықтарды аршып қайтадан қалпына келтіру арқылы су тауып отырық. Енді мына су көздері қазіргі техникалардың жетілуіне байланысты жерді қазып су шығарып беретін техникалар бар қазір. Сонымен шаруа қожалық ашқан жігіттер қазір суын шығартып отыр. Енді біздің қырдың үстінде кез келген жерде айтпаймыз, шығатын орындары бар өзінің әр жерлері. Сол точкасын тауып шығарып отыр. Енді осыған былтырлары субсидия бөлініп келген. Құдық қазуға. Енді қазір биыл оны жағын естіген жоқпын, енді жалпы кідіріп тұрау деймін субсидия беретін жағына да жердің. Бұл шаруашылықтан бірінші бастағанда манағы 5 миллионды или 8-10 миллионды алып жібергеннен кейін, ода мысалы мал алғаннан кейін сен енді базың болу керек қой. Мал ауыл салуың керек, құдық қазуың керек. Ол 5 миллионды қайқа жеткіземіз? Сен манаға ақша жетпейді да, ол адам мысалы астына ат көлік алу керек. Ол былай қарағанда тек жаңағы 8 миллионға 20 жылқын алып отырған ештеңе жетпейді былай қарағанда. Бұл жерде біз ешқандай да үкіметке шағымданып, ештеңе айтып отқан жоқпыз. Біздер просто қазіргі таңдағы мүмкіндіктерді талқылап жатырмыз. Қазір екеуміз соны, құрметті көрермендер, соны кішкене бір дұрыс түсініңіздер. Ал мысалға жаңа құдық әр шаруаның 500 гектардың, жаңа алдық қой мысалы үкіметтен, 500 гектардың ішінде болу керек па, немесе сіздің қожалықтан да мысалы басқа келіп ішіп кете ала ма, басқа біреудің жылқысы? Мысалға сол қалай болады сол? Былай есепте тұрған құдықтар болса, әуелден бұрынғы союз кезінен қалған есепте тұрған документі бар құдық болса, басқа қасымызда шаруа қожалықтар ішуге мүмкіндігі бар. Ал сен өзің жаңағы алған 500 гектар жеріңнен өзің қаражатыңмен қазып алсаң, оны тек өзің іше аласың. Болды. Ал бұрынғы қазылған құдықтардан Ол бұлай айтқанда шалдардан қалған мұра есебінде. Мұра есебінде. Ешкім оны жекеменшік қылуға құқығы жоқ. Құқығы жоқ. Оны ішуге, оны енді қазақ суды аямайды ғой көп жерде. Бір-біріне адам болғасын көмектеседі. Адам бір-біріне көмектесу керек. Біздің осы жерден енді
бір сөздің реті айта кететін, осы жерден де мысалы бірігіп жігіттер келді де 3 шаруа қожалық бөлініп бөлігі шықты. Оларда уже міне үлкен шаруа қожалық бар отыр. Мен жаңа өтеспекте інімде шаруа қожалығы бар, осы жерден жер алды да, бірақ бір жерден ішіп отыр. Осы 4 шаруа қожалық осы жерден бөлігі шықты. Иә. Дамыту арқылы да. Міне келесі сұрағымыз. Бастауға көбісі жалғыз өз бастауға жүрексінеді, немесе қасындағылар, мысалы менің өзімнің қалада тұрып еститінім, бір өзің жасай алмайсың қожалықты. Демек, қасыңа жігіттер жинап, бастапқа бірігіп көтеріліп, сосын бөлінуге болады. 5 жыл 6 жыл. Сен жылқыға жаңағыдай 4-5 жігіт келіп, құдығыңды қазып, қаражатыңды біріктіріп, өзің мысалы 5 миллионнан 20 миллион қосып, базың салып, ортақтасқаннан кейін 5 жыл 6 жылға дейін, 7 жылға дейін мысалға біріге отырып, соны жайлап өзіңде шыға бересің. Бір үйдің баласы бір үйде тұрмайды, бір туғанмен де. Сөйтуге болады. Ал енді біздер 20 жылдың үстінде шығып кетті, отырып, мысалы біреу келіп, мысалға жаңадан ашқан бір жігіт, жас жігіт, кредит алып едім аға, мен мынау жақтан жер алып отыр едім, уақытша көмектес деп келсе, біз қашпаймыз. Ақылымызды айтамыз, 20 жылқысымен отыра берсін. Ода тұрған не бар? Жайыла берсін, көмектесеміз ондайға. Әңгіме. Бірақ қалада жатып алу жоқ. Қалада енді келіп тұру керек қой. Телефонмен бірандай болады, біздің жылқы айдады көріп. Апта сайын бір 10 күн сайын келіп, өзі малын қарап. Бұлар әр уақытта да мына жылқы малы қазақта айтады, жылқының басынан теппе деп та. Ол қасиетті мал. Мысалға өзіңде келіп, мына жылқының ішіне аралап жүргенде де, ана жылқы сенің өзің иесі екенін сезеді сені. Сондықтан да мал иесіне тартады дегендей, өзің қарап ниеттен. Мына адамда бірінші құнт ниет талап дейтін болу керек. Құнт ниет талап болмаса ештеңе орындалмайды. Сондықтан манағы қаланың жігіті далада алғаннан кейін құнттап, ниеттеп, талаптанып, тоңып, шаршап, ыстыға күйіп кетіп тұрса, өзі манағы жылқыда айтады, біз мынаған беріп жатыр екен, кетіп тұр екен. Біз өсейік, дамиық дейді де. Бұлай қарағанда, бұлай кешке ойлап қарағанда. сондықтан адам ниеттенсе бәрі де болады. Жалпы негізі кез келген кәсіпте ол бар жан тәніңмен берілсең, ол да нәтижесін береді. Ендігі мәселе ауылды. Былай айтқанда қожалық, мал ауыл дейміз ғой енді біздің жалпақ тілмен. Ақтарда подхоз дейді кішкене жоғарырақ. Қалай жайғастырамыз, қалай саламыз, үй, сарайы, мысалы қорасы әсіресе. Анда жақсы адам өзінің жағдайын жасап аламыз енді ол. Бір ай, 2 айдан кейін мынау керек деп салып аламыз. Жалпы малдың жағдайын, қандай қоралар керек, не керек бастысы? Бірінші малды өсіру үшін бірінші су мәселесі. Жаңағы. Мына су ішетін орын дайындап алу керек бірінші. Су көзін дайындап алу керек. Су ішетін мына астауларын дайындау керек. Бірінші малға жағдай жасау керек та, ол мына жылқы малы әсіресе жаз айында таңертең кешке дейін су ішіп тұрады. Түнде жайылады бұлар. Сондықтан бұлардың суы астауда толып тұру керек. Ештеңеден ақсамау керек. Содан кейін бар жіберіп, мал ұстайтын орын болу керек. Жылқы қорада, жылқының раскөлі болу керек. Оның ішінде малдың егілетін қорасы болу керек. Малды ұстайтын қора болу керек. Малды тиейтін қора болу керек. Мына жағдайда. Содан кейін бар осыда жасап ал, енді өзің вагонда тұрасың оған. Содан кейін бәрі жағдай жасап алғаннан кейін өзің жағдайын жасайсың. Манағы себебі өзің жатасың, жұмысшың жатады. Қазір бәрі жетілген, мына күн сәулесі арқылы тоғалу жүйесіне көштік қазіргі таңда. Ол өте жақсы болып тұр, тиімді болып тұр. Күннен тегін су келіп тұр. Міне мысалға малды да суару үшін күн сәулесі арқылы 2 жыл, 3 жыл болды міне. Жаз айында күн сәулесімен өзі суарып, өзі су толтырып тұрады. Күніге 50-60 тонна су шығарып тұрады. Егіндегі көреді. Мысалға мына жер асты суларыменен. Сонда барып мал өзі жағдайын жасағаннан кейін бар өседі. Андай мысалға мынау міне біздің көріп тұрған кең алаң. Былай айтқанда бұл аула қоршалған. Бұл жылқыны қамайтын. Демек бұдан да басқа тағы да бізге кішкентай аулалар керек. Нешеуі керек? Нешеуі енді сіздің тәжірибеңіз болған? Менің тәжірибем болғанда, мынау деген тек судың басындағы аула. Енді мал қамайтын үлкен тағы аула болу керек. Одан кейін тағы бір мал ұстайтын аула болу керек. Одан кішірек. Одан кейін мал егетін аула одиночка деп айтады. Ол жіңішке, коридор сияқты. Үшеу. Сосын мал тиетін 4 қора болу керек қой. Мал тиетіннің арт жағында машинге көтерілетін трап болу керек. Түгел бәрі болу. 4 қора болу керек. Общий нән қора, мал егетін қора, мал ұстайтын қора, мал тиетін қора. Сосын ауру, сырқат, аяғы кеткен ауру болады ғой мал. Сол тұратын тағы бір қора болу керек. Карантин сияқты. Карантинде больница болу керек. Бөлек тұрады. 4-5 қора болмаса болмайды. Ал енді
Жалпы қорамызды салдық. Енді жаз бойы азыққа келсек, суды іштік, қойдық суды. Азыққа келсек, жазда енді жақсы жерден жейді, мысалға. Сосын көп мәселе біз былай ойлаймыз енді. Неге қысы бойы шөп жинамайды екен деп. Жаз бойы шөп жинамайды екен, қыста шөп деп. Былай енді ауызға айту оңай ғой, кез келген шаруаны. Бірақ кейде айтылған шаруалар жүзеге асып жатады. Сол шөп жинау қыстың кезінде енді былай дайындалып, мал енді біздің Маңғыстаудың малдары көбіне түзде жайлады ғой, далада. Жайылымдық далада, жемі де, шөбі де сол далада ғой біздер. Маңғыстауда. Бірақ дегенмен де біздерде бұрын осы көрмегенбіз, осы 21-де жерде шөп шықпай қалды, кішкене қиыншылықтар болды. Ода біздерге сабақ болды да, қалай дайындалу керек, қалай жылқы жемдеу керек екен, біз сол кезде үйрендік. Оған дейін тіпті жылқыны жемдеп көрмеген қазақпыз ғой. Сол жаңағы сұрағым осыған келе жатыр еді. Келесі сұрағым осы еді. Сол жұттың кезінде қалай? Жұттың кезінде манағы айттық болған өзіміздің шауып қойған, дайындап қойған шөбіміз болды. Малға. Енді ол шөппен малды енді асырап, мана құлап атқан жылқыны баға алмайсың. Бірақ жем тасу арқылы жем Оралдан, Ақтөбеден әр жақтан жемді тасыдық. Соны жемдеу арқылы аман сау қалдық. Басқа жаққа көшкен жоқпыз. Себебі мына баяғыда атам қазақ айтады ғой, үлкен кісілер. Жылқы бақсаң, бір жағын қарнау болсын деп айтады да. Қарнау деген сөз, бір жағы тау деген. Тау болу керек деген сөз да. Сол кезде бұл неге айтылды дегенде сол жаңағы малға кішкене салмақ салды ғой, малдар өлді. Сол уақыттарда шың жиектер, мана қарнау беттер, кішкене қара шөбі бар, малды аман алып қалды сол. Көп пайдасы дейді соның. Енді біздер сол қарнау жерден 16-17 километр қазір бізге. Сояққа барып жайылып кетіп тұрды. Сояқтан келіп жайылып келеді, суын ішеді, жемін береді. Соны шығару арқылы біз аман алып қалдық. Енді өлгендері бар, жасыратын жоқ. Бірақ енді аман алып қалдық 80%, 90%. Қалған өлді деп есептемейміз оны. Демек, жалпы тек сол жылдары ғана қиналдыңыз? Қиналдық. Шаруашылық. Былай кезде ол үйге, мысалы, ауылға азық жинап қажет жоқ. Былай енді азғантай шөп жинап қою керек. Запасқа жинап қою керек. Айтпесе болмайды. Себебі бізде мынау қырдың үсті, орталық үстірт деп айтады, манаға айтып кеттім. Енді ойда күн жылы болады, матадан төмен құлағаннан кейін. А мына орталық үстірт қырдың үстіне запас жинау керек. Запас жинамаса болмайды. Себебі біздер талай бастан өтті, қар жауады да, түнімен жылқы тұрады да, қар жауады да, үрлеп тастайды да, мана жылқыны көміп тастайды сыртынан қар. Сол кезде жылқы шыға алмай қалады мана кеуектен де қармен толтырып. Сол кезде барасың да шөпті тастайсың, сосын мананы қазып шығарасың. Жылқы жерді теу-теу әлсіреп қалады. Сол кезде манағы жерден сол бойда шығарып кетпеу керек, шөп шашу арқылы жаймендеп шығару керек. Сол кезде техникаң да сай болу керек, мал азығы тұру керек. Сосын мына қырдың үстінде тағы бір айтып кететін жағдай, бізде ауа райы қар кішкене ойдағыдай емес, қар болады, балшығы болады. Сол кезде кішкене ведущий техникалар болу керек. Трактор болу керек, ведущий орал машиналар болу керек. Осы сұраққа келеміз әлде де. Енді азық мәселесін білдік. Жалпы жылқы шаруасының енді бастап кеттік. Жыл 12 ай тіршілігі қай кезден бастаймыз? Жыл 12 ай енді мына наурыз айынан бастағанда, наурыз айынан бастап жылқы төлдейді. Төлдейді, мал басы күшін көбейеді, өз төлесемінен көбейеді ғой мал енді. Туат көбейеді, соны жаздай бағасың. Жоқ, төлдеген кезде не істеймін енді мен? Төлдеген кезгенде қалай болады ол? Төлдейді, жылқы туат, оны далада қалып қоятын болады. Үшін қасында жүру керек. Әр үйірдің енді түгенде отыруың керек, жылқы келгенде құлынды қалып қояды, или туып қалып қояды. Сол кездерде тәрбиелеп, қақпайлап әкеліп отыруың керек ауылға, айдап келу арқылы. Сосын мына даланың түздің ит құсы дейтін бар. Төрт аяқты бәлелер, өкейлер. Солардан өте қауіп сақтану керек. Әсіресе төлдің уақытында солар құтырып кетеді. Солдан сақ болу керек. Әйтпесе, сен бір жылда көретін бір табысың ғой, мана жылқыдан көретін табысың. Соны дұрыстап, өзің мана малды тәрбиелеп, қой туып атқанда да қойдың қосысын тәрбиелеп, қойды тәрбиелеп алып қалады ғой. Мынау да сол сияқты жылқының ішінде жүру керек. Сол жаңағы төлдейтін кезде қадағалап жүруге, ол әр үйірдің өзінің жүретін аумақтары бар ма, әлде бір-біріне жақын жүре ма, бұлар қалай жаңағыдай? Қалай қадағалаймыз енді? Қадағалағанда, мысалға көктем айы, март, апрельде жер көктеп, жер жақсы болып жатса, сол араға бір бағытта шығарып отыруға болады жылқыны. Себебі бір бағытта шығарып отырсаң өзің ыңғайлы.
Сосын адам күші, мысалы жалғыз өзің ештеңе істей алмайсың. Адам күші болған жақсы мысалға. Өзің жақын адамдарың бар, көмектесуге де 1 ай, 2 ай жұмыс жасау керек. Жерге байланысты, жердің шөптің өсіміне байланысты бір бағытта шығарып шоғырландырып отыруға болады. Әрқайсысы әр жерге емес, бір бағытта тастауға болады. Сол төлдейтін кезде. Төлдейтін кезде. Өзіңе де ыңғайлы. Өзінен ыңғайласып кетеді. Иә. Былай айтқанда, демек, далада мал іздеп жүрген адамдар, олар қалада жатып анда-санда бір келетін адамдар болып тұр ғой, да? Жылқы малын үйретсең бәріне тез үйрет. Иә. Түйені далада жүреді, оны әңгіме айтармыз. Иә, жаңа бір ағамыз айтты дейді, осы Советский вокзалында түссе бір танысын көріп қалды да. Бәке, не yapıyorsun десе, ой, қыз бен түйенің жүрмейтін жоқ, Көкшетауға қызым кетіп қалса. Соға кетті. Иә. Сол сияқты түйеніңкі, ол жақсы төлдедік, сосын төлдет, сосын күн жылынады, майдың аяғы болады, манағы жылқының құлындары аяқтанады. Жылқыда сүт көбейеді, мана көкке тойғасын. Құлын ойнайды, үлкейеді, 1 айлық барады. Сосын күзге дейін күтесің. Жоқ, оның арасында табыра қашан басамыз, күзде басамыз. Жоқ, айтайын. Сосын манағы мал төл өсіп, үлкейеді, сосын сентябрь, октябрлерде, мысалы қазан айларында, октябрлерде, манағы жылқының төлін мана өсірдің өзің баптап. Соны уже белгілеу, табыралау, ен салу, санау, сөзіңізді бөлейін, тағы бір сұрақ келіп тұр. Сол төл деген кезде мысалы биеде әлсірейді, құлын жаңа туған құлын, ол да әлсіз бір жабысатын аурулар бола ма ол кезде? Жабысатын аурулар. Ауыратын кездерді? Ауыратын кездер былай біздің Маңғыстауда су қой влажности біздерде, да? Су қой влажности біздерде көп малдың ауруы болмайды. Себебі біздің табиғатымыз жасыл, су ағып атқан не жоқ, біздерде жерасты суын пайдаланады ғой. Көл жоқ біздерде. Мысалы, көлден ішкен малдар кішкене аурушаңдау болады. Не түрлі насекомдар болады, әртүрлі жұқпалы аурулар болады. Ал біздерде жерасты суынан ішкеннен кейін ондай көп болмайды ауру малда. Жылқы ауруында. Демек, біздің Маңғыстауда жалпы Аллаға шүкір бір айтулы бір ауру жоқ көп. Жоқ, ондай жоқ. Сонымен жаңа күзге жеттік. Күзге жеттік. Жаңа сентябрь, октябрь айы болады. Сол кездегі манағы көктемде баптап, жаз бойы қарап жүрген төліңнің уже есебін ала бастайсың. Қайсы нешеуі ұрғашы, нешеуі еркек. Ал енді жігіттер осыны дабыралаймыз дейсің белгілеп. Сосын манағы дабыра басып, міне тұр ғой бәрі, міне анада бастық, міне дабырлайсың, белгілейсің, есебін аласың. Содан кейін барып манағы төлден өнім көруің керек қой. Манағы аналық басын алып қаласың көбейтуге. Сосын еркек бастарын сойып, сатып, пайдаланып, манағы өзіңнің мал шаруашылығындағы осы жерге шыққан шығындарыңды есептеп шығарасың. Айлығың бар, малға шығындарың бар, осының бәрін, техника, бензинің бар, автолың бар, насостарың бар, движоктарың бар, соның бәріне манағымен жабасың. Соның жаңағы айлық мәселесі дедіңіз. Жалпы жаңа қожалыққа, құжаты бар қожалыққа, құжатты қандай мамандар қажет? Болу тиіс. Шаруашылықта жұмыс жасайтын ба? Иә. Шаруашылықта енді малды көрген адам жұмыс жасау керек. Сосын менің өзім малдәрігермін. Мысалға, манағы малдәрігерден хабарың болу керек. Иә. Малдан хабарың болу керек. Малды мысалы ауырса, сырқаса, тігетін жерлері бар, жыртылып кетеді, біз өзіміз жасай береміз. Сосын жан-жағымыздағы көрші ауылдары көмек сұрайды, маман болғаннан кейін барып көмектесеміз. Енді демек малдәрігер болмағанмен білетін адам. Білетін адам енді малдың ішінде жүргеннен кейін малды да ұстауың керек, малдәрігер де болуың керек, шопан да болуың керек, тракторист де болуың керек, мотоцикл де айдауың керек. Бәрін істеуің керек. Жалпы бірақ көмекші жаңағыдай жылқышы жігіттер керек. Жылқышы обязательно керек ол. Жылқышы болмаса болмайды. Осының басында тұратын. Басында кәдімгі басып айлы отырған, айлығын беріп ұстап отырасың. Соларға айлық соларға кетеді, жаңа техника. Сол пайдасы, сол демек жаңағы еркек құлындардан ғой, тайлардан. Төлінен. Аналығын алып қалып, көбейту үшін алып қаламыз. Көбейту алып қаласың. Ал мысалға айтайық, 5000 шаруа қожалықпен жаңағы тағы ақша қостық, үйттік, бүйттік, бір 50 жылқы дейтін бастапқыға жақсы ма, әлде ауыр ма? 50 жылқы, мысалға, бір адамға... Ең бірінші, мысалға, жылқы, мен мысалы үшін айтайын, 10 бие туатын болса, 10 бие туат деп тұрасың ғой. Содан 7-еуін тірі сақтап қалсаң, ол оны түгел тумайды.
басына бас бермейді еш уақытта. 70% берілсе, мысалы 100 биеден 70 құлын сақтасаң, или 10 биеден 7 құлын сақтасаң, сол саған көп олжа. Басына бас деген жоқ. Ол қой болса басына бас аласың. Артығымен аласың. Егізі де бар. Егізі бар. Жылқыда 70%-ін алсаң қуанасың. Ол соған мәз болып жүресің. 50% алсаң да қуанасың. Ол 60-70% ғой. Иә. Демек, ал оны алмауға қандай кедергілер болады? Ол төл құлын тастауға. Жаңа 100% алымауға, 100% оны ала алмайды деп тұрған себебім, оның кішкене бұл кішкене тентектеу мал болғаннан кейін бір-бірін тибет, сүрінет, құлайды, шабат былай. Мысалға бұны қыс айында терлеп келіп тұрып, мұздай су шығып қояды. Сосын қыс айында мысалы бұлар жаңбыр болып кеткен жағдайда бұлар шауып ыққа қарай кешеді жаңбырда. Сол кезде арқасы терлейді бұны сауыр. Терлеу арқылы да бұның енді ішкі органдарына салқын тие бастайды да, ішкі органдарынан құлынды тастау процесі көбейіп кетеді. Солардан бұларды енді 100% ала алмайсың. Демек, оны 100% алу біздің қолымыздан ол іштен істей алмаймыз. Іштен істей алмайсың. Тек бұйырғаны тек алып. Бұйырғаны болады. Демек, бір андай, енді менің сұрағымның тоқетерін түсіндіңіз ғой жалпы бұған келгенде. Мысалға, 50 миллион салдым, 5 миллион салдым, 5 миллион қайтып алу деген сияқты ғой, бір жылда. Көбіміз ойлаймыз ғой. Мысалы, 10 жыл қалдық па, келесі жыл ол обещательно 20 болады деп. 10 жыл қалдың, оның 10 жабағысын саттың 250 мыңнан. 2,5 миллион қайтып кетті деген жоқ. Сол біз, жалпы, соған жауап алайын деген ғой, сол сұраққа. Болмайды ол. Ол үйге қамақ қоймасаң ол болмайды. Ол үйге қамақ қойғанда тастайды ол деген. Бұйырмыс қой өзінің. Жалпы пайдасын сол еркек құлындардан көреміз. Иә, соның төл өсемінен, өз төл өсемінен көбейту деп айтады. Соның көбейту арқылы табасың. Биыл сатпай, тай кезінде сатсаң өш қымбаттау көресің. Кәлі қымбаттау көресің. Өзің бағуыңа байланысты. Саған сен биыл 2024-те туды, 24-те сатпай-ақ, 25-те сатуыңа да болады. Мысалы, майдың аяқтарында сатсаң, ол одан да көбірек өнім аласың. Қазір 250 мың болып тұрса, ол келесі жылы ол 350 мың болып тұрады сатқанда. Ол таза өзі табыс ол. Сосын біздер қыс айында, оның біздер күзде жоқ қылатын себебіміз, қыс айында манағы қасында жүрген анасына биеге салмақ салмасын деп. Жабағы жоқ болғаннан кейін өсуіне ішінде құлын сақтап қалуға көп пайдасы бар да. Сол үшін біз биеге анасына аналық малға қиын болмас үшін соның төлін жоқ қылып жібереміз. Соны өз жүре береді. Мінекей, пайдасында, жалпы пайдасының жолында білдік. Бірақ мен түсінгенім, жаңа 5 миллионның бәріне мал алып тастамай, запаста ақшаң болған жақсы сияқты негізі. Солай. Енді сен енді өзің алдың 5 миллион, сен енді өзің баққанда да шай тамақ ішуің керек қой. Жүріс-тұрысың бар, бензиning бар, движок аласың, моторың бар. Бәрін алың керек қой, малайың бәрін суарың керек. Келесі жыл кредитің келіп тұрыз дейсің ғой жаңағын төлеуге. Ол сен 5 миллионды алып алғанда олымен сразу онымен кетіп қала алмайсың. Себебі өзіңді алғандай малың болу керек та. Тек 5 миллионға алдың 10 жылқыны. Ал не істейсің, қалай бағасың? Су қайда, мал ауыл қайда ол. Біреуге қосып қойсаң да, ол адам ақша сұрайды ғой сенден. Суын ақша сұрайды. Ал жақсы. Жаңа жабағыларды саттық қой. Жыл 12 айдың сол процесіне келдік. Өнімдерін саттық. Өнімдерін сатып бастадық. Сосын күзде. Өнімдерін сатасың, қысқа дайындаласың, соның қаражаттың. Сен пайдаланасың, сосын жылқы қыс айында тағы қарап жүресің. Уже іші буаз уже міне ноябрьден бастап міне шәрмейіп тұрады іште. Енді келесі жылы соны тағы аман алып қалуға тағы жұмыстанасың. Қысқа азық аласың, қысқа дайындаласың сонымен. Сонымен қыс болады. Қайтадан көктем бұрады. Сөйтіп жылма-жыл ауыса береді енді. Ол енді ол кезде ойың қыс жақсы болса екен, жаман болып кетпесе екен деп тілеп отырасың да өзің ішіңнен. Манағы мал жаның аман ба дейді ғой. Малың жаның аман болу үшін малың аман болу керек. Біз сол малды жанға теңеген қазақпыз ғой, көп кітаптарда келеді. Сосын жақсы жыл 12 айын көрдік. Тавра басамыз ғой да. Бәрін жинап. Ол кезде де біраз адам керек шығар, шаруа ол да. Шаруа ол дейтін ұстау керек. Оны ұстағанда да оның мысалға араның төлі әлсіздеу болады, аяқтары сынатын ситуациялар болады, әртүрлі болады. Қораға соғады, расколға соғады. Бастарын жарып бір жарақаттап атады. Соны болдырмау үшін әдемілеп жұмыс жасау керек. Ол үшін бірнеше адам пайдаланасың. Енді ауылдан құрдастарың бар, ағайын тумалары бар, соларды шақырасың көмекке.
ол бір жылқышы оны өзі ұстап ештеңе істей алмайды оған. Өзің көмектесесің, өзің жүресің жұмыстар. Бұл жерде де адамның өмірінің қауіпсіздігін сақтауың керек. Мына жылқыңды қауіпсіздігін сақтауың керек. Ол оңай шаруа емес ол. Тек салып қалып, құлатып, аяғын болып тек тарсылдатып кетуді емес. Оның давраны қыздырып, от жағудың да мәні бар. Әр заттың өзінің мәні бар. Тек бір от жағады деген қыздырып дұрыс басу керек. Оның да әртүрлі тактикалары бар оның да. Әр жұмыстың өзінің тактикалары болады. Біздер ойлаймыз ғой, қып-қызыл қылып тек бас жібересің. Жоқ, онда қатты күйдірмеу керек. Ананы бетін тазалап жіберу керек, басып жіберу керек. Оғанда бір адам тұру керек. Ана білмейтін біреуді әкеліп қойсаң, ет сүйегіне дейін басады. Бір жеңге бастырып қойсаң, талқан шығарып кетеді ғой. Бас деп айтты деп. Сондай әр жұмыстың өзінің игеретін мамандықтары бар да. Ал былай қазір енді бәрі есепке алынған заман ғой. Сол жылқы басын жағандай. Мысалы мен Ақтөбе жақтарда көрдім, сырға салады. Жылқыға емес енді мен көргендерім сиыр, қой, сырға салады. А бұларды қалай тізеді? Бұл ірі қараларда түйе, сиыр малдарына сырға салады. Қойға сырға салады. Жылқыларда чип салады. Чипованный, бәрі түгел мына подкожный террасына қарай өзің арнайы ауданнан аламыз, ветеринариядан. Содан чип аламыз да, чипті саламыз уколменен, расколға қамап қойып. Сосын барып базыға тіркетеміз, паспорт шығартамыз, түгел дайындаймыз. Мысалға мынаның биылғы төлді, ертең күзде міне уже паспорт шығаруға дайындаймыз. Чип аламыз, малдәрігерлер келіп өз ветстанциядан чипін салып береді. Сосын сол бойда мысалға Торғасқа тай, ұрғашы 2023 жыл туылған, чип мынандай салып деп бізге чипін бәрін жазып, вет паспортымыз толтырып береді. Сосын базаға енгізеді. Бір жабаға бір паспорт. Бір паспорт. Өзінің чипі бар. Мысалға сканері бар, өзінің тексеретін құралы бар. Мысалға раскол қамап желкесіне тегіз жіберген уақытта манағы 20 сипыр жанады. Қызы 318 924 13 бірдеңе. Адамдардың иін сияқты. Дәл иіні мынаның иіні. Паспорт нөмірі да дәл сондай. Соны демек сосын оны ары қарата уже сіздің қожалықта сол тіркеліп тұрады. Тіркеліп тұрады. Сатқан кезде сол қожалықтан шығарып, паспортты ананың қолына ұстатып жібересіз. Қолына ұстатасыз, базадан шығарасың. Мысалы Ақтөбе облысына біз Ақтөбе ар жақтардан алып жүр біздерден. Как положено, базадан шығарамыз. Форма деген өзінің бланкісі бар. Қасына толтырып ветстанция дайындап береді. Мана адам сонымен кетеді. Мана жолда ұстағанда, тексергенде де ана қағазы бар, документі бар. Барғаннан кейін мана жергілікті жердің өзінің әкімшілігіне базаға енгізеді, уже ананың малы болып тұрады. Бізден есепте шығарып жүреді. Ал жаңағы біз енді пайдасын көру үшін малымыздың етті болған жақсы. Дұрыс. Да? Иә, дұрыс. Оны қалай етті қыламыз? Етті қылғанда біздер мына Маңғыстаудың өзіміздің жергілікті жердің жылқылары мына біздердің өсіріп отқанымыз. Кезінде асыл тұқымды адай жылқысы болды. 2007 жылдан бастап 2017 жылға дейін. 2017 жылы август айында ауыл шаруашылығы министрінің қаулысы негізінде асыл тұқымды адай жылқысының статусын алып тастады. Сол кезде бір қаулы шықты да. Мемлекеттің өзі береді, алады, шығара береді ғой. Сол кездерде біздер селекционный жұмыстар жүргізілді. Научный институттардан научный институтта профессорларымыз болды. Мынаны өлшеп, қарап түгел келіп. Сол кездерде біздер басқа ауылдық елді мекендерден осы Маңғыстаудың ішінен дұрыс айғырлардан айғыр әкеліп салдық мынаны да. Сол өзіміздің Маңғыстаудың өзінің бұрынғы байырғы жылқыларын өз төлесемнен көбейтіп, өсім етті қылдық міне. Демек жергілікті жылқылар. Жергілікті өзіміз жаңағы көшем, мұқажар дейтіндер әкелген жоқ. Өзіміздің Маңғыстаудың месіне жергілікті жылқылар. Өзім салмағын беріп тұр. Жаңағылары қазір деген 120, 130, 150-ге дейін беріп тұр. 140-қа дейін. Өзімізге болады. Көңіліңізден шығады. Көңілден шығады. Биелері 250, 260 беріп тұр. Жарайды болады. Жаңа мұғалжар құшуым дегенге келеді. Жалпы қайта айтып атсам дұрыстап жіберерсіз. Манағы әңгімеңізге қарап айтқанда өзіміз бейімдедік дегенмен менің көп жерде байқағаным алып келген жылқылар бейімделмейді. Солай емес пе? Да? Алып келген жылқыны құшуымдарда келіп жатыр, мұғалжарларда келіп жатыр. Оларды аналық басына келіп жатыр. Оған көп жұмыстар керек та жергілікке үйрету үшін. Бірнеше уақыттар керек, бірнеше жыл керек. 1-2 жыл керек, оны тәрбиелеу керек, дамыту керек, бағу керек, артынан ер жүру керек. Жұмыстар көп оны ары қарай дамыту үшін. Жұмыс жасау керек та оған. Бірақ күту керек, жұмыста жасау керек.
Біздер өзім мен кісіне әкелдік, салдым, болып кете береді. Өз жергілікті үйреніп қалған, өзіміз сияқты елімізге өзіміздің кеттік, дейсің не ғой. хабар алдап айтып жүре береді. Ал- Енді жыл 12 айда деген сұрақта менің ұмытып кеткен сұрақтарым бар ма әлде? Өте орынды. Бәрі тоқта бітірдік. Жыл 12 ай сонымен жылқышының шаруасы да? Шаруасы. Аха. Енді сол жыл 12 ай өтті, бақтық, тіркедік жаңағы айтқандай. Чиптерін салдық. Енді сатамыз. Мысалға айтқанда, біреу аяқтай алады жақсы. Біреу еттей алу керек мысалға. Соны қалай өткіземіз мысалға? Бұл енді осы өте орынды сұрақ қойып отқаныңыз. Себебі бізде енді мына Маңғыстауда ет өткізу үлкен проблема. Себебі бізге жан-жақтан келеді, басқа облыстардан да келеді. Осы арнайы орын жоқ біздерде. Мысалы облыс орталығында или ауданның орталығында міне 2200-ден апарып тапсырып, ақшамыз ауып, есебі шотымызға. Сөйтіп болса жақсы да, ондай орын жоқ. Тона Ақтауға сөйленеміз, Шетпеге апарамыз, Ералипке апарамыз. WhatsApp-қа, чаттарға жазамыз, сонымен сөйлетіп зорға өткіземіз. Ал арнайы орын жоқ біздің облысымызда. Сондай орын болса өте жақсы болар еді деп сұраймыз. Бір жиналыс бар, ауыл шаруашылығы салалар болғанда айтамыз қақсап. Сосын енді мына жаз айларында жер жақсы. Сол кезде мына биелерді, аналық биелерді сауып қымыз жасағымыз келеді. Бірақ оны өткізетін жер жоқ. Өтпейді. Мысалға. Ал арнайы өткізетін жер болса, мысалға 400 теңгеден 300 теңгеден бір өзінің бағалы құны болса, апарып өткізіп тұрып, мына жылқыны сауар едік. Жуас жылқылар да бар, кезінде саудық ішінде. Сүтін іштік, пайдаландық. Сатайын десе өтпейді, сосын қойды онда. Ал осындай арнайы жерлер болса, бір кәсіпкер ашса, дайындаса, апарар едік. Біз келісімшартқа отырар едік, соған апарып тапсырып тұрар жыл бойы. Мысалы жаңағыдай сол ет қабылдайтын орталық өзіңіз ұсынысыңыз қандай болу керек ол? Қандай орталық болу керек ол? Мысалға міне облыста болсын, ауданда болсын. Ол етті алады да сізден? Бізден алады, тапсырамыз, ақшамызды аламыз, кетеміз. Ол орталық дальше қалаға, базарларға Біздер енді базардағы сату бағасы емес, мысалға. Базарда қазіргі енді мысал үшін жылқының еті 2,5 мың теңге шығар қазір. Біздер ауылдық жерлерде 2200 теңге біздің Саятөстің өңірде. Біз сондай бағадан апарып берсек те төменгі бағамен ақшамызды алып тұрсақ болды. Біз базардың рыночный баға сұрамаймыз, біз өзіміздің ауылдық баға сұраймыз да. Соған өткізіп тұрсақ та бізге жақсы болар еді деп үміттенеміз, әлде үміттеніп отыр. Сондай жер ашылатын шығар, болатын шығар деп әлі үміттенумен келеді. Жалпы негізі бір кәсіпкер жас жігіт шықса, болады да қояды. Мал шаруашылықтың басық табысы ол ет болғаннан кейін бәрімізде ол шаруашылықты ешкім еріккеннен ермек үшін ашпайды. Пайдамыз үшін бәрімізде. Мысалы жаңа көріп отқан көрермен де пайда үшін ашқысы келеді. Солай ғой. Мысалға, бір жас жігіт шығып, қабылдап тұрса, мысалы келісімшартқа бір жылға мынандай деп отырып қойсақ, барас отырамыз. Тіпті ол жігіт келіп, аға сен 10 жылқыңды берші маған. Осыны өткізейді мен оборот жасайын. Пайдаланайық десе де келісімшартқа отырғаннан кейін 10 керек па, 20-сы керек па, береміз. Тірлей алып кете берсін, анау ақша жасасын, жаңағы жігіт дамысын. Ол дамып кетсе бізге жақсы болмай ма? Біз де сосын ақшамызды алып отыра береміз ғой. Сондай болған жақсы да негізінде. Сосын менде анандай ой бар, жүрек. Сосын менде мынандай ой бар. Қазіргі жастарды жалпы шаруа жағынан көмектесу да. Мысалы кеше мен оны бұрын ойлағам. Кеше мына Ақшидегі, Алматыда Ақши дейтін жерде ағамыз бар ғой, жаңа түйе бағатын. Сол 10 түйе ма, 20 түйе ма берді ғой жаңағыдай қарыз. Біз берді Маңғыстауға. Садық дейтін ағай. Садық қой. Сол сияқты мысалға дейтін, өзің жинап байи бермей, да? Мысалы ауылдағы айналаңа келіп, міне, мысалға мен, Ербол, саған 20 жылқы шаруа қыл, осыдан кейін, мысалға 2 жыл, 3 жылдан кейін 20 басымды маған қайтарып бер. Сол мәселе қалай болады екен? Мысалы, соны бір жүйеге келтіріп көрейікші. Қандай келісім шарт болу керек арада, қандай қиындықтары бар? Оны жасауға айтқаныңа рахмет. Ол мен де осы жақында ойлап қойып едім да, лизингке берген сияқты. Лизингке пайызсыз, ана адамда өсіп даму керек қой. Өркендеу керек. Сондықтан ол айтып тұрған дұрыс. Жағдай мысалға беріп, мысалы бір ар жағында малдан хабары бар адам керек та, мысалы малдан хабары бар,
ар жағында мысалы әке шешесі мал баққан, малды білетін адам болса, мамандар келіп, аға мен осындай дамытайын деп едім, мен несие алуға залогым жоқ, қалай аламын, жерім жоқ деп келсе, оған көмектесуге болады. Мысалы көмектескенде қарай, мысалы мана 10 аналық басында алса, мысалы келіп, сосын есептейміз, келісім шарт қойдық. Міне 5 жылдан кейін мынандай болады. Сен 5 жылда мынандай өнім аласың. Мен көбейтіп көмектесем өзіне, мына 5 жылда мынандай өнім, мынандай пайда табасың деп. Келсін, көмектесеміз пайдасын. Ол адам бірақ дұрыс малды білетін, ар жағында мұрны сезетін, басы жасайтын адам келсе, көмектесуге болады. Ол мен өткенде айтқам, бір енді былай әңгіме қозғалып кетті ғой. Қой шаруашылығында бар. Сосын айтқам, давай мен бір 200 қойы бар адам келсе, мен көмектесем дедім да, хабарлап қойғам. Келсін, мен жерін, қорасын, суын бәрін көмектесем. Менің қойымды бақсын. Қосып қоям да, мен дым сұрамаймын. Мысалға 200 бас аналық қой қосып қоям, мен тек сұрайтын 100 басқа қос сұраймын. Төл сұрайын да, 100 бас төл өзінікі бола берсін. Сонда ана адамға да пайда, жері жоқ па, жерін берем, қорасын берем, суын берем. Деп айтып хабарландыруға шығарғам, әр жерлерге айтып та, әлі хабар жоқ ешкіммен. Сол сияқты манағы жылқымен келіп, өзің жоспарымен аға деп келсе, не көмектесеміз. О да адам ғой, дамиды. Саған ертең ол болашақ, ана адам дамып кетсе, ол ертең сен үлкейген уақытта о да саған көмектеседі. Қартайбайтын адам жоқ қой мысалы. Ол ой маған былай келді. Баяғы бір мұнай түсіп кетіп, Маңғыстау кризис болды ғой. Мұнай төменгі сол кезде мен намыстандым. Неге сонша мысалы неше жыл тәуелсіздік алғалы тек мұнайдың бетіне қарап отырмыз деп та. Мал шаруашылық дамыту керек деп. Жақсы деп мал шаруашылығы мысалға мен өзім дамытқандай болдым. Енді ол жерде мен байып кетіп жатсам, айналам ұры-қары көбейеді ғой былай айтқанда. Сол себепті жаңағындай сол. Мысалы, қойма, мә, інім, мынаны сен көбейтті, уже сенің бір досың қорғаушың бар. Сол ғой. Мысалға дейді. Адам шәкірт. Ол кезде мен сөйтіп ойлап едім да, жалпы дейтін. Жалпы неге сол ойымда бар сақтау. Сол жаңа қойып атқаным ғой. Ал ендеше, құрметті көрермендер, жылқы шаруашылығының жалпы жыл 12 ай. Жалпы қалып қойған сұрақтар бар ма? Жоқ, бәрі орынды. Өте жақсы сұрақтар қойылды. Рахмет сіздерге. Сау бол. Өркендей берің, өсе берің, дами берің. Мен бастайын деген жігіттерге өзіңізден бір ақылыңыз. Мысалы, мен бастағым келеді жалпы. Бір ақылыңыз өзіңізден. Бастағым келем деген жігіттерге ақыл кеңесімізді бізде білген жоқпыз. Бізде жас болдық. Бізге де үйретті. Әкеміз үйретті, ар жағында үлкен шалдар үйретті. Ауылдағы жылқы шаруашылығымен айналысқан мамай дейтін кісілер өтті. Сол арқылы біздер үйреніп жетілдік. Ол тек дүниеге келе салып жылқы баққан жоқ. Бізде білмейміз малды. Үйрендік. Ал егер үйренем, ары қарай дамытам, мал өсірем деген жігіттер, жас жігіттер келсе, ақылымызды айтамыз. Қолымыздан келген көмегімізді береміз. Ал бір 20 жылқысымен келіп, манада айтып кеттім. Аға, маған көмектес, мына жерде отырайын деп едім, оған да көмектесуге болады. Ал 4-5 жігіт бірігіп келіп, 100 жылқымыз бар еді десе, жер керек еді десе, құдық керек еді, оған да көмектесуге болады. Мына жерлерде жерлеріміз бар, шет жағынан береміз, отырады, суын ішеді, құдығын қазып алуға болады. Көмектесеміз. Әрдайым көмектесуге дайынбыз. Мінекей құрметті көрермендер, өздеріңіз түсінгендей, бұл түсірілімнің мақсаты жалпы осындай бір тәрбиелік сабақ ретінде түсірдім. Жалпы бұл сұрақтардың бәрі өзімнің көкейімде жүрген сұрақтар. Алла нәсіп етсе, өзімнің де ниетім бар, жақсы көрем. Өзіңіз бастап кетшіш бірінші. Бұйыртса көреміз енді. Сөздің соңында айтайын дедім, мен қаламын осы жерде сау болдым. Ал ендеше құрметті көрермендер, егер сіздерге ұнаған болса, пікір жазыңыздар. Келесіде мүмкін 4 түліктің басқа түрінде түсіретін боламыз. Рахмет, байыса қазақ байысын. Біздермен бірге болыңыздар. Сау болыңыздар. Жақсы сау болыңыз.